Елде супер асфальт технологиясы енгізіледі. Бұл жол салуға және оларды күтіп ұстауға кететін шығынды азайтады. Әзірге жаңа әдіс пысықталып, жаңа стандарттарға көшу туралы шешім қабылданып жатыр. Сонымен қатар, көлік министрлігінің бастамасымен 2030 жылға дейінгі арнайы жол картасы әзірленген. Супер асфальт технологиясының негізгі ерекшелігі жол салынатын жердің ерекшелігі ескеріледі. Яғни ел аумағындағы климаттық жағдайлар, сондай-ақ көлік жүктемелері мен қозғалыс қарқынды толық сарапталады. Бүгінде бұл әдіс ақш бастаған әлемнің 120-дай елінде табысты қолданылып келеді. Өзіңіз білесіз, технология орында тұрмайды, жаңалықтар орында тұрмайды, ауа райы өзгеріп жатыр, жолдың қарқындылығы өзгеріп жатыр. Күн сайын біздің отандық өндірушілердің арасында да жаңа полимерлер, жаңа қоспалар әзірленіп жатыр. Осылардың барлығын қолдану арқылы ескеріліп жасалынатын технология бұл. Айта кетейік, жаңа технология келер жылы пилоттық жоба ретінде іске қосылады. Нәтиже көңіл қуантса, толықтай жүйеге енгіземіз дейді мамандар. Бұл елдегі жол инфрақұрылымын жаңғыртудағы маңызды қадам. Әрі тас жолдардың қызмет ету мерзімін айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді. Келесі жылы бізде аталмыш технологияны қолдану арқылы бірінші жол телімдері салынады. Бұл пилоттық жобалар болады. Ол пилоттық жобаларға біздің ғалымдар ғылыми техникалық сүйемелдеу жасайды. Бұл жоба өзін жақсы көрсете білсе, алдағы уақытта барлық үлкен проектілер, Қазақстандағы барлық жолдар осы технологияны қолдану арқылы салынады деп жоспарлануда.